Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бір жасағаннан тез шығатын құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Өздеріңіздің қалауыңызша қант қосасыз. Одан кейін менде 1 литр сүттің кішкенесін ғана қостым. Енді содаға уксусты қосып өлтіреміз. Одан кейін 250 грамм ұнды мен бірден қосып, осылай консистенцияға дейін араластырдым. Одан кейін қалған сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай құймақтың қамырын жасайтын болсаңыздар, түйіршік болмайды. Енді кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Табамызға май жағып, бір ожау құймағымыздың тестасын құямыз. Осындай шпажкамен мен аударып отырдым. Міне біздің өте тиімді құймақтарымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте жәмді шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.